Ассалаумағалейкум достар, мен қазір сіздерге суреттің качествосын жақсартатын приложение жайлы айтатын боламын. Ол деген мінекей Remini деген приложение. Ішіне кірейік. Яғни сіз Android-пен суретке түссеңіз, немесе баяғыда архивтегі суреттеріңізді қайтадан салғыңыз келетін болса, онда осы приложение арқылы качествосын жақсартсаңыз болады. Мысалы, давайте біреуін тексеріп көрейік. Мысалы, мына суретті көре салайық. Негізі бұл жерде 5 суретке дейін бесплатно істеуге болады. Ары қарай уже 5 суреттен ары қарай платный болып кетеді. Оны платный сатып алатын болсаңыздар, оның өзінің бір ақшасы бар. Мына жерде қазір кіріп көрсете саламын. Мінекей уже до и после қарап көріңіздер. Мінекей после жақындатып көрейік. Негізінде мындай. Мінекей қаншалықты жақсарғанын көріп тұрсыздар. Качество деген кәдімгідей ойнап тұр. Алыстағылар шамалы білінбеуі мүмкін. Давайте басқа суретті көрейік енді. Суретті көрейінші, баяғыда бір архивтегі сурет еді. То и после жақындатып көрейік. Өлі тәтай. Мультфильм болып тұрғаны, Назарбаев ше. Назарбаевтың тәні. Вот красавчик. Кәдімгідей качество біліп тұр, көрдіңіздер ме? Вот осылай істесеңіздер болады. Бірақ бұның бір несі Pro деген несін көрейік. Proға кіріп қойықшы. Другой версия. Pro'ның бағасы астын жазып тұр 1850 теңге неделі дейді аптасына. Качествосы жақсы түскен дегеннің өзінде тестеп қойықшы. Бір iPhone-мен түскен суреттерін білін. Мысалы, түнде түскен суреттер шамалы качествосы кетіп қойған. Мына суреттерін ше. Біреуін көре салайық, Түнде түскеннен кейін шамалындай качествоны құртып тастайды, түнде түссе. Давай көрейік тексеріп. Вот. Кәдімгідей бар, кәдімгідей айырмашылық. Кәдімгідей айырмашылық бар екен. Мінекей осындай приложение сақтап алыңыздар. Android ұстайтындар Google Play-ден жүктеп алсаңыздар болады. iPhone ұстайтындар App Store-дан жүктеп аласыздар. Мына приложение міндетті түрде сіздерге керек, өйткені архивтегілер және де Android ұстайтын телефонда Android ұстайтындар осындай приложение арқылы суреттердің качествосын жақсарта алады. Видеоны осы лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Мен келесі сабақтарда, келесі видеоларда одан да жақсы ақпараттар беруге тырысамын.